ипотекаға үй алған кезде осындай нюанстар, ситуациялар өте көп. Бір ғана әрекетпен бірнеше миллиондарды экономдап, үнемдеп қалатындай жағдайлар болып жатыр. Ипотекаға үй алам деп 50-50 бағытына дайындалып жүрсеңіз, депозитке ақша салып қойған болсаңыз, ақша салып жүрсеңіз, аяғына дейін тыңдаңыз. Кеше осы туралы видео түсірген болдым. 50-50 бағытына дайындалған кезде ескі депозитті алып, мейлінше ескірек депозит тауып, соған ақша салу керек деген. Сонда көп ақшаны үнемдейтін боласыз. Енді содан бері жекеге көптеген кісілер жазып жатыр. Кейбір кісілерде мынандай ситуация екен. Ескі депозит қарастырмай, бірден жаңа депозит ашып 50%-ін салып қойған кісілер бар екен. Сондай жағдайда мынандай кішігірім лайфхак бар тағы да. Қазір жаңадан депозит ашып салып қойсаңыз, енді әлі де кеш емес, енді туыстардан немесе жолдасыңыздан ескі депозит болса, ашылғанда ескі депозит болса, нулевой депозит болса да ішіне 216 мың теңгеге толтырасыз да өзіңізге уступка жасайсыз. Өзіңізге аударып аласыз. Сосын оформление кезінде сіз жаңа ашқан депозитке ақша салып қойдыңыз ғой. Оформление кезінде екі депозитті де белгілетесіз менеджерге. Екі депозитті де белгілейсіз де одобрение аласыз. Сол кезде ескі депозиттің уақытымен рәсімделетін болады. Яғни сіз аралық займмен азырақ уақыт төлеп, сосын тезірек 5%-ға жешін займға өтетін боласыздар. Сонда миллиондарды экономдап, үнемдеп, қалтаңызда ақша қалатын болады. Осы видеоны таныс туыстарға тағы да жіберіп қойыңыздар. Ипотекаға үй алған кезде осындай нюанстар, ситуациялар өте көп. Бір ғана әрекетпен бірнеше миллиондарды экономдап, үнемдеп қалатындай жағдайлар болып жатады. Сол үшін үй алар кезде міндетті түрде ипотека маманымен бір ақылдасып алыңыздар. Ипотека маманымен ақылдаспаймыз, өзіміз істейміз деп жатқан кісілер осындай бірнеше миллионнан ұтылып жатқан кездерді де кездестіріп жатамыз.